Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге міне осындай көрінісі ерекше болып көрінетін, өте дамды болып шығатын пирожный арбуздың видеосын ұсынамын. Менімен бірге қалып, видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызға шекерімізді салып, ағарғанша миксерлейміз. Кейін бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызға өсімдік майымызды салып, тағы да араластырамыз. Кейін сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз кішкене. Кейін електен өткізген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, екіге бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай қатты сұйық емес, қою емес, осындай масса шығады. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Біреуіне жасыл красителімізді және де екіншісіне қызыл красителімізді салып, екеуін жақсылап лопаткамен араластырамыз. Дайын болған қамырымызды бір реттік мешоктарға құйып аламыз. Сол кезде жұмыс жасау өте оңай болады. Міне осындай формаларға құйып алған соң, қызып тұрған пеште 170-180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне достар, ешқандай да қатып қалмайды, жұмсақ болып шығады. Бұлай жасау міндетті емес, бірақ осылай жасасаңыздар барлығы бір келкі әдемі көрінеді. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сыр, және сливки, және де сахарный пудра үшеуін жақсылап миксерлейміз. Достар, егер краситель ұнамайды қоспаймыз десеңіздер, красительдерді жай ғана, мысалы жасылына шпинатты, немесе жаңағы фисташковый паста қоссаңыздар да болады. Дайын болған кремімізді арасына жағып шығамыз. Енді біздің тәттілеріміз жаңа қарбызға ұқсау үшін бетіне осындай шоколадты жай ғана ерітіп, осындай формалар саламыз. Міне қараңыздар, осында ерекше дамды тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Өзі нәзік шығады. Екіншіден осындай ерекше болып шығады. Дастарханыңызға қойсаңызда, дастарханыңызда әдемі көрінеді. Және де балапандарыңызға міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Достар, мен бірден кесіп көрсеттім, бірақ сіздер